Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге саңырауқұлақ пен тауықтан жасалатын ерекше тағамның рецептісімен бөліскім келеді. Бұл тағамды жасағаннан кейін сіздер міндетті түрде саңырауқұлақты жақсы көріп кетесіздер. Бұл тағам біздің жолдасымыз екеуміздің жақсы көретін тағамдарымыздың бірі. Ең алдымен осылай саңырауқұлақтарды сыртын ашып аламыз, жуудың қажеті жоқ, себебі біз бұларды майда қуыратын боламыз. Саңырауқұлақтың сырты ашылғаннан кейін міндетті түрде турап алыңыздар. Достар, алдағы уақытта сіздерге пайдалы видеолар салып тұрамын. Оған дейін менің көгеріп тұрған визуалыма подписка жасап гүлдетіп жіберіңіздер. Қолдауларыңыз маңызды. Құрғақ табамызға сұйық май мен сары майымызды саламыз. Сары майды қатты шыжғыртудың қажеті жоқ. Артынша бірден осылай туралған саңырауқұлақтарды салып 2-3 минут қуырып аламыз, кішкене қарайғанша. Саңырауқұлақтар қуырылып болғаннан кейін кішкене тұз сепсеңіздер болады. Менде видеода көрсетілмей қалыпты. Табамызға тағы да сұйық май құйып, тауық еттерін қуырып аламыз, жақсылап. Жоғарғы отта қуырамыз. Артынша пияздарымыз салып, тұздап бұрыштаймыз. Пияздарымызды 2-3 минут қуырып аламыз. Артынша асты жабысып қалмау үшін кішкене ғана су құямыз. Бетін жауып 15-20 минутта тауық еттерін пісіріп аламыз. Піскен етіміздің үстіне саңырауқұлақтарымызды саламыз. Одан кейін қаймағымызды және кілегейімізді құямыз. Және де суды жарты мөлшерін құямыз. Бастапқы видеода 1 пиала судың мен тек жарты мөлшерін ғана қолдандым. 1 пиала су өте көп болып кетеді. Жай отта 5 минут пісіріп аламыз. Мінекей ерекше дәмді тағамымыз дайын болды. Енді кезекте гарнир жасайтынбыз. Гарнирге кез келген күріш, макарон, немесе секілді спагетти қолдансаңыздар болады. Піскен спагеттимізді міндетті түрде салқын суда ұстаңыздар, одан кейін барып тамақтарыңызға қосатын боласыздар. Дайын болған тағамның бетіне ірімшік сепсеңіздер болады. Итальяндық паста секілді болып тұрады. Дәмі өте ерекше, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде бұл тағамды жасап көріңіздер. Арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар достар.